Сәлеметсіңдер ма, қымбатты оқушылар. Біз бүгін бактерияларды ары қарай зерттеуді жалғастырамыз. Бүгін біз оң бактериялармен танысамыз. Енді микроорганизмдерге әрине бактериялар жатады. А бактериялар ше, бұлар прокариоттардың өкілі. Прокариоттар дегеніміз ядросы қалыптаспаған ұсақ ағзалар, осыларды біз бактериялар деп атаймыз. Ал бактерияларды біз жіктейміз, яғни оларды біз классификациясын жасаймыз. Жіктеу деген оның классификациясы деген сөз. Бактерияларды жіктеген кезде біз қандай параметрлерді аламыз, соған тоқталайықшы. Бактериялардың жіктеуінің классификациясын жүргізгенде біз алатын параметрлер, олардың морфологиясы, олардың метаболиттік ерекшеліктері, осыларға негізделген болады біздің классификациямыз. Бірақ ол жерде біздің олардың иммунологиялық және генетикалық көрсеткіштерінде біз назарда ұстаймыз. Сонда бактерияларды жіктеуде метаболиттік ерекшеліктер, олардың морфологиясы, олардың иммунологиялық ерекшеліктері, генетикалық көрсеткіштері пайдаланатын есімізден шығармайық. Бактерияларды жіктеу кезінде бояу әдісі де алынады балалар. Ең бірінші бактерияларды бояу тәсілін Грам ұсынған болатын. Грам дегеніміз кім? Бұл даттың микробиологы. Ол 1884 жылы осы бактериялардың қабықшасын бояуды ұсынады. Сондықтан біз бактерияларды жіктеген кезде Грам оң бактериялар, Грам теріс бактериялар деп атаймыз. Енді Грам бойынша бояудың реттілігі қандай? Грам бойынша бояудың реттілігі бірінші кристалл күлгін бояғыш зат. Осы Грам бойынша бояудың бірінші кезеңінде осы зат қолданылады. Бұл кристалл күлгін бояғыш зат қолданылады бірінші кезеңінде. Екінші кезеңінде ол препаратты жуамыз, жуған соң оны йодтың ерітіндісімен өңдейміз. Үшінші, сумен жуамыз, одан соң 95% этанолмен өңдейміз. Ең соңында сафронинмен бағанағы препаратымыз өңделеді. Сол кезде Грам оң бактериялар, Грам теріс бактериялар өздерінің бояуын береді. Сондықтан Грам бойынша бояу деп атаймыз. Қандай нәрсе боялады? Ол әрине қабықша боялады. Мысалы үшін Грам оң бактерияны алайық. Грам оң бактерияда бірінші кристалл күлгінді бояғыш затпен оларды бояған кезде бірінші сатты бұл бояу бактерияның қалың пептидогликан қабатында кептеліп қалады. Міне қараңдар, мынау тұрған бактерияның құрылысы, Грам оң бактерияның құрылысы. Мынау қалың қабатты көріп тұрсыңдар ма? Бұл қалың қабатты пептидогликан қабаты дейді. Міне күлгін бояу осы пептидогликан қабатында кептеліп қалады. Түсініңдер ғой, ал мынау деген цитоплазмалық мембрана, ал оның ішінде цитоплазма бар, а цитоплазманың ортасында ДНК орналасады. Бұл жерден сендер ядроны көріп тұрған жоқсыңдар, яғни цитоплазмада ядро заттары шашаңқы орналасады. Енді негізінен Грам оң бактериялар кристалл күлгінді өзіне жинап алады да көк түске боялады. Түсініңдер ғой, сонда кристалл күлгінді өзіне жинап алады да көк түске боялады. Тағы да айтам, олар қалың пептидогликан қабатында кептеліп қалады, сөйтіп олар көк түске боялады. Ал енді жасуша қабықшасы. Сонда жасуша қабықшасының басты бөлігі, мурийінің қаңқасының басты бөлігі міне пептидогликан болады. Сонда қорыта айтқанда Грам оң бактерияларда қалың пептидогликан қабаты болады. Осыны ұмытпайық. Сонда бұлар екі қабаттан тұрады. Сырты қалың пептидогликан қабаты, ішкісі цитоплазмалық мембрана. Міне екінші қабат. Сонда Грам оң бактериялар екі қабаттан тұрады. Сырты пептидогликан қалың қабат, ішкісі цитоплазмалық мембрана екі қабаттан тұрады. Енді
қалың екенін ұмытпаймыз, балалар. Пептидогликан қабаты қалың екенін ұмытпаймыз. Енді осы пептидогликанның мөлшеріне байланысты барлық бактериялар екіге бөлінеді. Грамм оң және грамм теріс деп. Егерде жасуша қабықшасында пептидогликанның мөлшері көп болатын болса, 50% бен 80% арасында болатын болса, ол бактерия оң деп аталады, грамм оң деп аталады. Егерде жасуша қабықшасында пептидогликанның мөлшері 5% бен 20% арасында болатын болса, ол бактерия теріс деп аталады, грамм теріс бактерия деп аталады. Осыны ұмытып қалмайық. Ал бізге бұлар не үшін керек? Бактериялардың жасуша қабықшасын осылай неге бөлеміз? Бұл медициналық тұрғыда балалар, жасуша қабықшасының құрылысы, бактерияның жасуша қабықшасының құрылысы бактериялардың сыртқы ортамен, оның ішінде адам организмімен қарым-қатынастың сипатын анықтайды. Міне сондықтан біз оларды осылай бөліп отырмыз. Енді негізінен грамм оң бактерияларда қалың пептидогликан қабықшасы антибиотиктер, бояуларды және жуғыш заттарды, төмен молекулалы заттарды өткізеді. Олар цитоплазмалық мембрананы бұзады. Сондықтан грамм оң бактериялар лизоцим мен пенициллин әсеріне төзбейді. Олар бұзылады. Себебі олар өтеді, сондықтан олар бұзылады. Сондықтан лизоцим мен пенициллиннің әсеріне төзбейді. Негізі грамм оң бактериялардың жасуша қабықшасының құрылысы әртүрлі және күрделі болады. Бұлардың құрылысында, жасуша қабықшасының құрылысында балар мукопептидтер, басқа полисахаридтер және техой қышқылы кіреді балар. Техой қышқылы кіреді. Міне осындай. Енді осы грамм оң бактерияларды құрылысын, грамм оң бактериялардың құрылысын анықтайықшы сонымен балар. Бірінші, жасуша қабықшасы қанша қабат? 2 қабат. Пептидогликан цитоплазмалық мембрана. Жасуша қабаты 2 қабаттан тұрады. 2 қабаттан тұрады. Пептидогликан қабаты қандай болады балар? Бұлай жаза салайық, қалың болады. Қалың болады. Қалың болады. Үшінші, липидтер аз. Липидтер мөлшер аз. Липидтер мөлшер аз. Төртінші, бұнда эндотоксиндер жоқ. Тек қана листерия деп аталатын түрінде ғана эндотоксин болады. Былайша айтқанда, бір ғана түрінде ғой, сондықтан эндотоксин жоқ деп айтайық. Эндотоксин жоқ. Эндотоксин жоқ. Бесінші, периплазмалық кеңістігі жоқ. Кеңістік жоқ. Кеңістік жоқ. Алтыншы, пориндік өзектері жоқ. Жетінші, неге төзбейді дедік? Лизоцим мен пенициллиннің әсеріне төзбейді. Лизоцим, пенициллин. Әсеріне төзбейді. Қандай түске боялады дедік? Пептидогликан қабатына байланысты бұлар қандай түске боялады дедік балар? Яғни бұлар көк түсті болады. Енді бұның қандай түрлері бар? Грамм оң бактерияның 6 негізгі типі бар. Бірінші, коккалардан 2 тип, спора түзуші таяқшалардың 2 типі және спора түзбейтін таяқшалардың 2 типі. Қанша типі болады? 6 типі болады. Бірінші, коккалар. Коккалар дегеніміз қандай бактериялар? Коккалар дегеніміз шар тәрізді бактериялар. Сонда бұларда коккалардың 2 түрі болады. Бірінші, стрептококтар, екінші, стафилококтар.
екі түр болады. Ал спора түзетін таяқшаларды әрине біз бацилла деп атаймыз, себебі бұл бактериялардың формасы таяқша тәрізді. Сонда спора түзушілер бацилла және клостридия екі түр болады. А спора түзбейтін таяқшалар олар екі түрлі болады. Бірінші коринобактериялар, екінші эндотоксины бар листериялар. Сонда грамм оң бактериялардың 6 типі бар. Кокканың екеуі, спора түзетін таяқша екеу, спора түзбейтін таяқшалар екеу. Міне 6 типі болады. Сонымен біз бүгінгі сабақта немен таныстық, қортайық. Бүгінгі сабақта біз бояудың ретімен таныстық және грамм оң бактериялардың құрылысымен таныстық. Міне олардың ерекшеліктерімен таныстық және олардың 6 типімен таныстық. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.